терапия саласында қолданылатын физикалық әдістердің негізгі бір түрі. Және де ол құрсақ қуысы органдардың әртүрлі патологиялық жағдайларын анықтауға мүмкіншілік беретін маңызды тексеру болып табылады. Ол терапия және сонымен қатар хирургия, гинекология салаларында да кеңінен қолданылады. Пальпация жасар алдында науқас адамды ыңғайлы шалқасынан қатты төсекке жатқызады. Дәрігер науқасқа бетпе-бет отырады және орындағы науқас адамның төсегімен бір деңгейде болу керек. Бөлмесі жылы, дәрігердің қолы жылы болу керек және науқас адам бос еркін жатып, іш бұлшықеттерін бостап жату керек. Пальпацияны беткей пальпациядан бастаймыз. Науқас адам аяқ қолдарын созып жатады. Беткей пальпацияны іштің сол жақ төменгі мықын аймағынан бастайды. Қолды дәрігер жалпағынан саусақтарын сәл буып қана ұстап қояды және сағат тіліне қарсы жүріп отырып, ішті терең батырмай қолды тексеріп шығады. Яғни бірінші тәсіл сол жақ мықын аймағынан бастап сағат тіліне қарсы айнала тексеріп шығу. Қолды терең батырмай. Екінші тәсіл екі қолмен бірден өзара тұстас бөліктерін тексеру. Беткей пальпация әдісімен біз іштің алдыңғы бетінің жағдайын тексереміз. Яғни оның қатайғанын, бұлшықеттерінің тырысып жиылып тұрғанын, бұл көріністер көбіне құрсақ органдарының қабыну процестеріне байланысты болып келеді. Сонымен қатар жарықтар, ішкі органдардың шамадан тыс үлкейіп кеткені де беткей пальпация кезінде білінуі мүмкін. Ал енді терең пальпация алғаш орыс терапевтері Образцов және Стражевска ұсынған зерттеу тәсілі. Оны қолданғанымызда науқас адамның аяғын сәл бүгіп ұстатамыз, аяғын сәл бүгіп жату керек, шынтақ да бос ұстау керек. Терең пальпацияның өзіндік этаптары бар, яғни 4 қимыл әрекеттен тұрады. Тексеретін органның тұсына қолымызды қою, біріншіден қолды қою, екіншіден теріні жиыру, көбіне қолдың сыртына қарай жиырылады. Үшінші қимыл әрекет қолымызды батыру, көбіне ол тереңдеу батырамыз, тереңдеу батыруға тырысамыз, және төртінші қимыл әрекет сырғыту. Міне осындай қимыл әрекеттермен құрсақ қуысы органдарын кезек-кезек тексереді, және оны да белгілі реттілікпен тексеру ұсынылған. Ол ең алдымен сигма тәртішек, сол жақ мықын аймағында орналасады. Екіншіден бүйеншек, немесе соқыршек деп атаймыз, ол қарама-қарсы оң жақ мықын аймағында орналасады. Содан кейін тоқшектің жоғары көтерілетін бөлігі, артынан тоқшектің төмен түсетін бөлігі, және арасында асқазанның төменгі жиегі жатқан жерді тексеріп алып, асқазанның пальпациясымен тексеріп, тоқшектің көлденең бөлігі тексеріледі. Сонымен сигма тәрізді ішек. Сигма тәрізді ішектің проекциясы кіндіктен мықын сүйектің алдыңғы жоғарғы қыры екі арасында жатқан кесіндіні үшке бөлеміз ойша. Яғни бұл линия умбилика илияка үшке бөлінгенде ортаңғы және сыртқы бөлігінің екі арасында сигма тәрізді ішек бұл сызыққа көлденең орналасады. Сол қолымызды эпигастрия аймағына алдын ала қойып аламыз. Сигма тәрізді ішек проекциясына оң қолымызды қойып, теріні кіндікке қарай жиырып, ары қарай қолды терең батыра бастаймыз. Және науқастың дем алуын бақылап отырып, дем шығарған сайын қолымызды батыра түсеміз. Бірнеше тыныс алғаннан кейін қолымыз терең батқаннан кейін оны сүйекке қарай төмен сырғытамыз. Сонда міне мүмкіншек қолға анық білінді. Яғни мен басында қолымды батырған кезінде сигма тәрізді ішекті іліп алып, оны төмен қарай тарттым. Мықын сүйекке жете бергенде ішек қолымнан сырғып орнына барғаны қолға анық білініп тұрады. Ішек қолға ілінген кезде оның бірқатар қасиеттерін атап өтеміз. Ол біріншіден диаметрі, екіншіден консистенциясы, үшіншіден жылжымалығы, және төртіншіден ауыратыны, ауырмайтыны көрсетіледі.
Мысалы, сигма тәрізді ішек дәл қазір қолыма анық білініп тұр. Диаметрі шамамен 2 сантиметрдей, жұмсақ келген, жылжымалы және ауырмайды, пальпация кезінде ауырғаны білінбейді. Өте жақсы сезіліп тұр. Енді сигма тәрізді көп жағдайда анық қолға білінеді, 85-90% жағдайда пальпацияға келетін ішек бөлігі. Келесі тексеретініміз соқыр ішек немесе бүйен ішек, бұл қарама-қарсы оң жақ мықын аймағында орналасады. Проекциясы сигма тәрізді ішектікі сияқты. Яғни енді қолымызды кіндікке қаратып ұстаймыз, тексеретін қолымызды. Кіндікке қарай терін жиырамыз, біртіндеп ішке қарай батырып аламыз. Және әбден батырып алғаннан кейін мықын сүйекке қарай сырғытамыз. Осы кезде мықын ішекте, бүйен ішекте көп жағдайда қолға анық біліне бастайды. Келесі тексеретініміз тоқ ішектің жоғары көтерілетін бөлігі. Бұны тексергенімізде сол қолымызды бел тұсына апарамыз. Оң қолымызды кіндікке қаратып ұстаймыз. Тік бұлшықеттің сыртқы жиегіне қоямыз кіндік тұсына. Теріні кіндікке қарай жиырамыз. Біртіндеп тағы да ішке батырамыз. Бұл жерде тағы да сол қолымызбен төменнен ішке қарай батырамыз. Екі қолымызды бір-біріне жақындатуға тырысамыз. Содан кейін сыртқа қарай сырғытамыз. Тоқ ішектің жоғары көтерілетін бөлігі. Енді ары қарай тоқ ішектің төмен түсетін бөлігі. Бұл да сол қолымызды арқа жақтан апарамыз. Өткізіп аламыз. Сол жақ бел тұстарына қойып. Енді оң қолымызды қайырып ұстаймыз. Тағы да кіндікке қаратып, ер жағындарын кіндікке қарай жиырып алып, батырғаннан кейін сыртқа қарай сырғытатындай. Міне, қолымызды қойдық, кіндікке қарай жиырдық, батырып алдық, және сыртқа қарай сырғытамыз. Енді асқазанның төменгі жиегі анықталады. Асқазанның төменгі жиегі кіндіктен 2 см жоғары орналасады. Оны анықтау үшін 3 тәсіл қолданамыз. Біріншісі перкуссия әдісімен. Іштің алдын ортаңғы сызығымен жоғарыдан төмен жүріп отырамыз. Дыбыс басқаша естіле бастаған жерден тоқтап, асқазанның төменгі шеті осы жерде деп шамалаймыз. Көбіне ол кіндіктен 2 см жоғары жатады дедік. Екінші тәсіл фонендоскоп арқылы. Фонендоскоптың табақшасын сол жақ қабырға доғасы астына қоямыз. Сол қолымызбен үйкеліс қозғалыстарын қолданып, жоғарыдан төмен сырғытып тексереміз. Сонда асқазан бойында үйкеліс шуылдары анық естіліп тұрады да, асқазан төменгі шетіне келгенімізде жаңағы шуылдар естілмей қалады. Міне тағы да кіндіктен 1,5 сантиметрдей жоғары үйкеліс шуылы естілмей қалды. Осы жерде асқазанның төменгі жиегі орналасады деп шамалаймыз. Және үшінші тәсіл бұл шалпыл шуылы арқылы анықтау. Бұны тексеру үшін алдын ала тексеруші адамға сұйықтық ішкізеді. Мысалы су, шай, содан кейін қолымызды төстің төменгі бөліктеріне қоямыз. Семсер тәрізді өсінді тұсына. Алып оң қолмен тағы да төс етегінен бастап төмен қарай, кіндікке қарай осындай қимыл әрекетпен тексеріп шығамыз. Сонда асқазан бойында шалпыл шуылы естіліп тұрады да, асқазан төменгі шетіне келіп жеткенімізде шалпыл шуылы естілмей қалады. Енді ары қарай пальпация әдісімен тексереміз. Асқазан төменгі шетін шамалап алғаннан кейін образцов стражеска бойынша тағы да сол қолымызды эпигастрия аймағына қойып алып, оң қолымызды ортаңғы сызықтың сол жақ шетіне қойып, терін тағы да жоғары жиырып, терең батырып, төменге қарай сырғытамыз. Асқазан төменгі жиегін тексергенімізде қолымызды неғұрлым терең батыруға тырысу керек. Мүмкіншілік болса, омыртқаға дейін апару керек, сонда төмен сырғытқанымызда асқазан төменгі жиегі анық біліне бастайды. Енді асқазанның қалтқысы бар. Асқазанның қалтқысы алдымен ойша бұрыш сызамыз. Ол алдыңғы ортаңғы сызықпен кіндіктен 4 см жоғары горизонталь сызық өткіземіз. Осы бұрыштың бисектрисасында орналасады. Проекциясы сол жерге келіп тұр.
Тағы да сол қолымызды пигастр аймағына жоғарылап қойып алып, жаңағы бұрыштың бисектрисасына қоямыз қолымызды, қабырға доғасымен жоғары қарай сырғытамыз теріні, батырып алғаннан кейін төмен сырғытып, асқазан қалтқысын тексеріп білеміз. Ол жиырылып тұрған кезде қолға анық білінеді. Және шектің ең соңғы бөлігі, көлденең тоқ шек, ол кіндіктен біраз төменде орналасады көбіне. Жоғары анықталған асқазан төменгі жиегінен 2 см төмен келіп тұрады. Осы тұсқа қолымызды қоямыз. Бұл шектің пальпациясының ерекшелігі, екі қолды бірден қолданамыз. Бимануальды пальпация деп аталады. Қолымызды бір-біріне сәл қиғаш ұстап, терін алдымен жоғары жиырамыз. Содан кейін батырып алып, тыныс шығарған сайын батыра түсіп, терең батырып алғаннан кейін төмен сырғытамыз. Сонымен асқазан шек бөліктерінің пальпациясы осымен аяқталады. Және бұлардың маңызы шектің асқазанның түрлі ауруларында өте маңызды деп қорытуға болады. Бауыр мен көк бауырға пальпация, перкуссия жасау әдістері қант жүйесінің ауруларында жиі қолданылады. Бауырға перкуссия жасау курлық әдісі бойынша жүргізіледі. Бауыр тығыз ағза болғандықтан бұнда тұйық дыбыс шығады. Бірінші, біз бұғана орта сызығы бойынша ашық өкпе дыбысынан тұйық дыбысқа қарай перкуссия жасаймыз. Келген жақтан белгілейміз. Екінші, осы сызық бойынша тимпаникалық дыбыстан тұйық дыбысқа қарай перкуссиялаймыз. Бауыр негізінен қабырға доғасының төменгі шекарасы қабырға доғасының бойында орналасқан. Осы нүктеге келіп тұйық дыбыс осы арада естіледі. Бұл шекарамыз 9 см-ға тең болу керек қалыпты жағдайда. Бауырдың екінші жоғарғы шекарасын алдыңғы сызық бойынша өлшемімен нүкте қоямыз. Екінші төменгі шекарасын алдыңғы сызық бойынша тимпаникалық дыбыстан тұйық дыбысқа қарай перкуссиялаймыз. Келген жақтан белгілейміз. Бұл қалыпты жағдайда 8 см-ге тең болу керек. Үшінші шекарасы 9-шы қабырға доғасымен анықталады. Бұл үшін тимпаникалық дыбыстан тұйық дыбысқа қарай перкуссия жасаймыз. Келген жақтан, сырт жақтан белгілейміз. Қалыпты жағдайда бауырдың үшінші өлшемі 7 см-ге тең болу керек. Келесі пальпация жасау үшін бауырға сол қолымызды қабырға доғасына орналастырамыз. Оң қолымызды қабырға доғасының астына қойып пальпация жасаймыз. Науқастың аяғын бүгін сұраймыз. Қолымызды бірінші қоямыз. Екінші, теріні төмен қарай жиырамыз. Үшінші, науқастан ішпен терең дем алуын сұраймыз. Дышите, животом дышите. Ішіңізбен дем алыңыз. Дем шығарған кезде ішке қарай кіреміз. Келесі, дем науқас алған кезде бауыр саусақтың астынан жылжып шыққан кезде қолға ілінуі мүмкін. Келесі, көк бауырға перкуссия жасау үшін науқасты оң жақ бүйіріне жатуын сұраймыз. Оң жақ бүйірімізбен жатыңыз. Оң жақ бүйіріміз. Оң аяғын түзу қойып, сол аяғын бүгіп науқасты жатқызамыз.
қолдарын басының астына. Көк бауырға перкуссия жасау үшін қолтық орта сызығы бойымен жасалынады. Бұнда ашық жоғары жақтан ашық дыбыстар, ашық өкпе дыбысынан тұйықталғанша перкуссиялаймыз. Көк бауырға перкуссия орташа соққымен жасалынады. Келген жақтан белгілейміз. Содан кейін осы сызық бойымен төмен жақтан тимпаникалық дыбыстан тұйық дыбысқа қарай перкуссиялаймыз. Сырт жағынан белгілейміз. Келесі осы анықталған екі нүктенің ортасын белгілеп, шамамен бұл 10-шы қабырға доғасында орналасады. Осы келесі осы қабырға доғасының бойымен нүктеге қарай жаңаға анықталған перкуссиялаймыз. Тимпаникалық дыбыс өзгергенше. Келген жақтан белгілейміз, қолдың саусақтың сырт жағынан. Жаңағы нүктеде енді 10-шы қабырғаның бойымен перкуссия жасаймыз. Шамамен көлденең ені 6-8 сантиметр, ені 4-6 сантиметрге тең болу керек. Келесі пальпация жасау. Көк бауырға пальпация жасау үшін сол жақ қолымызбен қабырға доғасынан ұстап тұрамыз. Оң жақ қолымызбен пальпациялаймыз. Бірінші қолымызды қабырға доғасының астына қойып, теріні төмен қарай жиырып, науқастан іш пен дем алуын сұраймыз. Дышите животом. Терең дем шығарған кезде ішке қарай кіреміз. Келесі дем алған кезде тағы да сыртқа қарай қолымызды бен көк бауырды сипап сеземіз. Назарларыңызға рахмет. Сухожильных рефлексов мы просим пациента принять удобное положение. В данном случае пациент сидит. Мы проверяем следующие сухожильные рефлексы. С верхних конечностей это карпорадиальный, также рефлекс бицепса и рефлекс трицепса. Можно ваши руки? Руки пациента находятся в расслабленном состоянии, слегка согнуты в локтевых и лучезапястных суставах, и также предплечье слегка супинировано. Первый сухожильный рефлекс карпорадиальный. Мы наносим короткие удары по головке луча. В ответ видим сокращение кисти. Первое, что мы должны оценивать, это симметричность ответа, а затем уже выраженность самого ответа. Следующий рефлекс, который мы проверяем, это рефлекс бицепса. Для этого мы пальпируем сухожилие мускулюс бицепс брахии. Руки расслаблены. Чтобы легко найти сухожилие, можем попросить пациента напрячь мышцу. Напрягите, пожалуйста. Теперь расслабьте. После этого мы ударяем по своему пальцу и видим ответ. То же самое мы проделываем с обратной стороны. Затем мы проверяем рефлекс с мускулюс трицепс брахии. Для этого берем руку пациента за плечо, несколько выше локтевого сгиба. Рука пациента расслабленная и безвольно лежит на руке доктора. Находим локтевой отросток. Пальпируем сухожилие на 2-3 см выше оликронон. И затем наносим короткий удар. То же самое проделываем с другой стороны. Рука расслабленная. Я чувствую ваш вес.
Благодарю. Затем мы смотрим сухожильные рефлексы с нижних конечностей. Просим пациента ноги расслабить и слегка вытянуть вперед. Затем пальпируем сухожилие четырехглавой мышцы и наносим по нему удар. То же самое проделываем с другой стороны. Теперь просим пациента встать на колени, на кушетку. Ступни должны свободно свисать с кушетки, должны быть расслаблены. Мы пальпируем ахиллово сухожилие с обеих сторон, после этого наносим удары одинаковой силы и наблюдаем ответ. Спасибо. Теперь примите, пожалуйста, горизонтальное положение. Теперь мы проверим кожные рефлексы. Среди кожных рефлексов проверяются следующие. Это брюшные рефлексы. Существуют верхние, средние и нижние брюшные рефлексы. Мы наносим штриховое раздражение одинаковой силы в направлении от периферии к центру. При этом раздражающим предметом может быть заточенное гусиное перо, либо игла, либо спичка. Итак, верхние брюшные рефлексы. Мы раздражаем кожу ниже и параллельно реберной дуге. Видим ответ, который одинаков с обеих сторон. Затем проверяем средние брюшные рефлексы. Для этого наносим штриховое раздражение по горизонтальной линии, проходящей через пупок. Приспустите, пожалуйста, немного брюки. После этого мы проверяем нижние брюшные рефлексы по линии, находящейся несколько выше и параллельно пупартовой связке. Таким образом, мы увидели симметричный ответ. Затем у мужчин мы можем проверить кремастерный рефлекс. Для этого мы наносим штриховое раздражение по внутренней поверхности бедра с обеих сторон. В этот момент сокращается мускулус кремастер тестис и осуществляется поднятие яичка. Еще один кожный рефлекс – это подошвенный рефлекс. Для этого мы производим штриховое раздражение по подошве в направлении от пятки к пальцам, притом раздражение должно быть весьма настойчивым. И мы видим ответ в виде сгибания пальцев. Лимфа түйіндерінің пальпациялау. Лимфа түйіндерінің пальпациясы желке лимфа түйінен бастаймыз. Оны ең бірінші қолымызды қоямыз. Содан кейін саусақпен жылжимыз үстіге, астыға және жан жаққа. Пальпациялағанда формасын анықтаймыз, оның мөлшерін, консистенциясын, ауырсыну сезімі бар ма, жоқ па, қозғалыштығын, бір-біріне жабысуына, оның бетіндегі тері түсіне мән береді. Келесі ол құлақ лимфа түйіндері, жақ асты, онда кішкене басыңды, жақ асты, тіл асты, бұғана үсті, бұғана асты, келесі қолтық асты, пальпациялаймыз, анықтаймыз. Келесі шынтақ, шап, шап лимфа түйіндерін анықтаймыз. Сонымен тізе лимфа түйіндерін пальпациялау. Немесе екі қолмен көрсетеміз. 12 пар черепно-мозговых нервов. Итак, приступим. Мы просим пациента принять удобное положение для пациента и для исследования. Первый нерв – нервус альфакториус, обонятельный нерв.
Для этого мы просим пациента закрыть глаза, потом прикрыть один носовой ход, берем ваточку, смоченную ароматическим веществом, знакомым пациенту, но при этом не раздражающим, то есть не содержащим алкоголь, нашатырный спирт и прочее. И спрашиваем, ощущает ли он какой-то запах. То же самое мы проделываем с другой стороны. Угу. И отмечаем результат. Хорошо, достаточно. Следующий нерв, вторая пара, нервус оптикус, зрительный нерв. Для этого мы исследуем остроту зрения пациента, используя специальную таблицу, которую в своей практике применяют врачи-офтальмологи. Но в данный момент мы этим заниматься не будем. Кроме того, можно определить поле зрения. Определение поля зрения называется периметрия, которая проводится с помощью специального оборудования периметр. Но мы можем ее провести и без специального оборудования. Просим пациента зафиксировать взгляд на переносице доктора. После этого ведем движущийся предмет из-за уха и спрашиваем пациента, когда он начинает видеть предмет. Угу. Доводим до середины, спрашивая, не выпадает ли предмет из поля зрения. Нет. То же самое проводим с другой стороны. Вижу. Угу. Доводим до середины. Хорошо. Следующий нерв, третья пара, нервус окуломоториус. Вместе с ним мы рассмотрим еще две пары. Четвертый нерв трохлеарис, блоковый нерв, и шестой нерв абдуценс, отводящий нерв. Это нервы, которые иннервируют глазодвигательную мускулатуру и мышцы зрачка. Тут мы просим пациента зафиксировать взгляд на молоточке и